Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз өте дәмді және оңай ауызда еритін таңғы ас әзірлейтін боламыз. Бірінші бізге 2 жұмыртқа қажет. Жұмыртқаларымызды жақсылап араластырып аламыз. Одан соң бөлме температурасында 2 стакан 1,5 немесе 2 стакан сүт қажет болады. Сүтіміз бен жұмыртқамызды жақсылап араластырып алғаннан соң су қосамыз. Судың да мөлшері 1,5-2 стакан қоссаңыздар болады. Жақсылап араластырып болған соң 1 ас қасық құм шекер саламыз. Осыны араластырып болғаннан соң бізге ашытқы қажет болады. 1 шай қасық ашытқы, 1 шай қасықтың жартысындай содамен жақсылап араластырып аламыз. Одан соң бізге ұн қажет болады. 400-450 грамм мөлшерінде ұнды осылай біртіндеп салып отырып, жақсылап араластырамыз. Ұнымызды жақсылап араластырып болғаннан соң 1 шай қасық көлемінде тұз салып, жақсылап араластырамыз. Осындай қоюлықта болады. Ары қарай біз салмасын дайындайтын боламыз. Бірінші, осындай жасыл немесе қызыл түсті болгар бұрышын майдалап турап аламыз. Менде жасыл түсті болгар бұрышы, өздеріңіздің қалауларыңызша қоссаңыздар болады. Келесі кезекте бізде 1 қызанақ, осылай жақсылап майдалап турап, ыдысқа салып аламыз. Келесі кезекте бізде 1 картоп, картоптың қабығын ашып, жақсылап осылай үккіштен өткізіп аламыз. Келесі сыр, сырды да жақсылап үккіштен өткіземіз. Барлық қоспаның мөлшерін видеоның астына жазып өтетін боламын. Дайын өнімдерімізді енді біртіндеп осылай араластыратын боламыз. Ары қарай қызып тұрған тапаға майымызды құйып, құймамызды біртіндеп осылай құйып шығамыз. 2-3 минутқа қақпағын жауып қоямыз таза пісу үшін. 2-3 минуттан кейін керісінше келесі бетін аударып, тағы да бетін жауып таза пісіріп аламыз. Біздің таңғы асымыз дайын, өте оңай әрі дәмді. Жасап көріңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.